Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет салат дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алсаңыздар болады. Бізге керекті заттар: екі піскен қызылша қажет болады. Оны дәл видеодағыдай етіп, кубиктеп турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның сесін баса кетіңіздер. Егер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне де жаса кетсеңіздер болады. Қызылшамызды турап алдық. Енді бізге тұздалған қияр қажет болады. Оны да дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Бізге чеснок қажет болады. Чесногымызды терканың көмегімен шығарып аламыз. Бір зубчик чеснок қажет болады. Сосын фасоль саламыз. Кинзаны әдемілеп турап саламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Үйде бар продуктаны қажет етеді. Өте оңай, жылдам дайын болады. Өте пайдалы, витаминге толы салат. Бізге заправкасын жасауға горчица қажет болады. Оливки масло қажет болады. Оливки масло болмаса, сұйық май құюға болады. Қара бұрыш қажет болады. Кориандр қажет болады. Лимонный сок, лимонның суын саламыз. Сосын мед саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған заправкамызды, соусымызды салатымызға салып, әдемілеп бір келкі араластырып аламыз. Міне достар, салатымыз дайын болды. 5 минутта кетпейді бұл салатты жасауға. Сіздер жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап алғандарыңыз үшін. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Ас болсын. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.